сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен осы жердегі кітапқа келіп біртіндеп келіп оқимыз. Бірақ содан соң сол сипаттамаға сәйкес оқушыны барып құшақтаймыз. Түсіндің ма? Келіп аяқ астына келіп. Қағаз аласың. Кім деп ойлайсың? Ал қағазды оқымақпен өзің. Сыныптағы ең жылдам есеп шығаратын оқушы дейді. Кім деп ойлайсың сыныптағы ең жылдам есеп шығаратын оқушыны? Қасына бара өткізеді. Кім есепті жылдам шығарады? Өзің бе есепті жылдам шығарады? Сыныптағы үнемі бір сәтін ұмытып келетін оқушы дейді. Кім затын ұмытып жүреді үнемі? Сыныптағы ең көп телефонда отыратын оқушы. Кім көп телефон көреді? Қалай ойлайсың? Сыныптағы ең сабырлы оқушы. Сыныптағы ең сабырлы оқушы кім? Сіздерге мен бүгін сұрақ қояйын, иә? Сендерде қазір белгі бар ғой, сонымен көрсетіңдер, жарай ма? Егер ол дұрыс пікір болса, сендер көк жағын көрсетесіңдер, ал қате болса, қызыл жағын көрсетесің. Ал біздің сыныпта барлығы 25 оқушы бар. Бұл дұрыс па? Жоқ, иә, біздің сыныпта неше оқушы бар? 29 оқушы, иә, барлығы жарайсыңдар. Біздің сыныпта 12 ұл бар. Барлығы 12 ұл бар. Дұрыс па? Дұрыс емес, жарайсыңдар. Қате, неше ұл бар? Біздің сыныпта қыздар ұлдардан көп. Қыздардың саны ұлдардан көп. Дұрыс па? Дұрыс, иә. 25-ке 12 қоссам 42. Дұрыс па? Қате. Жарайсыңдар. 6-ға 5 қоссам 10. Дұрыс па? 6-ға 5 қоссам 17. Иә, жарайсыңдар. Сонымен дұрыс пікір оны сөйлемнің тұсына А деп жазып қойсақ болады. Сылшауы А деп жазып қоямыз. Ал жалған пікірдің қасына қате пікір жаңа айтты, иә, Ж деп жазып қоямыз. Дұрыс айтасыңдар. Ж деп белгілеп жазып қоямыз. Келесі қазір оқулықтағы бірінші сұраққа қарайық. Қырық саны елу санынан кем дейді. Ол дұрыс пікір ма? Қырық саны елу санынан кем. Дұрыс па? Қырық кем. Ақиқат па, жалған ба? Ақиқат. Қырық елуден аз ғой кем. Ақиқат. Келесі не деп тұр? 600 саны 500 санының алдында болады дейді. Бұл ақиқат пікір ма, жалған пікір ма? Неге? Неге жалған пікір? 500-ден кейін тұрады, дұрыс айтасың. 500-ден кейін тұрады, бұл жалған пікір екен сонда. Келесі сұрақ. Неге 3 саны 4 санынан кейін тұрады? 4-тен кейін 3 тұра ма? Жалған, иә? 4-тен кейін қандай сан тұрады? 5 тұрады, жарайсыңдар, дұрыс. Келесі пікір. 7 саны 6 мен 8 сандарының арасында тұрады. Ақиқат пікір ма, жалған пікір ма? 7 саны 6 мен 8-дің ортасында тұрады дейді. Дұрыс па? Ақиқат пікір. Тезірек жазып алайық. Бірінші тапсырма. Ал екінші тапсырма не деп тұр? Асы 20 саны жүздіктер жиынына тиісті дейді. Ақиқат пікір ма, жалған пікір ма? Жалған. Неге жалған пікір? 200 болса ғана жүздікке жетеді. Ақиқат пікір ма? Ақиқат пікір, иә, жарайсыңдар. Енді қанекей балалар енді өздерің дейді, ондықтар жиынын пайдаланып, жаңа айтып өттік қой, 10, 20, 30, 40, 90-ға дейін сандар. Солардан бір ақиқат және жалған пікір құрастырайық өзіміз. Ақиқат пікір, яғни дұрыс пікір құрастырамыз және жалған пікір құрастырамыз. Түсінікті ма? Екінші тапсырмаға өзіміз құрастырып көрейік. 10 болса 20, 40 жалған. Неге 10-нан кейін 20 болу керек? Екіншісі 8-ден кейін 9 тұрады. Ақиқат. 10, 20, 30. Қырық елу сандары онда қалды. Дұрыс тапсырма дұрыс құрастырған үшін ұпай беріп отырамыз, иә? Алина, дұрыс құрастырды, Алинаға бер.
40-20-40'ның алдында 20 тұрмайды, ол жалған. 50-30-50'ның алдында 30 тұрмайды, ол жалған. 20-10 ол ақиқат, 80-90 ол ақиқат. Ақиқат екі таңбалық. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 ол ақиқат. Ал ақиқат емес, екі таңбалық болуы керек, бірақ 102 жол жалған. Ya олар нелерге жатады екен? Жүздіктерге жатады, я жарайсың. Қайта қояды. 10, 20, 30, 40 жалғанға жатады. 80, 90 ақиқат. Смогла. Жалған қате дұрыс емес. Оны ұмытпауға жатады. Ал балалар үшінші тапсырма. Біз бірінші сыныпта фигуралар, жазық фигуралар және кеңістіктегі фигуралар дегенде өттік, иә? Естеріңде бар ма? Жазық фигуралар, қандай неде жатады екен жазық фигураларға? Тікбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек сосын. Бес бұрыш жатады. Он бұрыш жатады, үш бұрыш жатады. Ал кеңістіктегі фигураларға неде жатады екен? Цилиндр, шаршы, куб, пирамида, иә? Біз бұларды бірінші сыныпта өткенбіз. Енді қайталап жібердік. Енді келесі үшінші тапсырмада сендерге жалған пікірлерді тап деп тапсырма беріп қойыпты. Неге? Үшбұрыш кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті. Ақиқат пікір ме, жалған пікір ме? Жалған. Үшбұрыш кеңістік фигуралар жиынына тиісті. Үшбұрыш кеңістік фигуралар жата ма? Жатпайды. Иә, мына жерде тұр ғой жазық фигуралар. Иә, бұл жалған. Келесі. Өтпе саны геометриялық фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл ақиқат пікір ме, жалған пікір ме? Жалған. Тиісті емес. Жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Жалған. Тиісті емес. Тиісті емес. Жатпайды. Жатпайды. Ақиқат. Жалған. Жалған. Шаршы жазық фигураларға жиынына тиісті емес. Дөңгелек кеңістіктік фигураларға жиынына тиісті емес. Цилиндр кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті дейді. Дұрыс пікір ме? Ақиқат пікір ме, жалған пікір ме? Цилиндр кеңістік фигуралар жатады. Ақиқат пікір ме? Олар текше жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Жалған пікір, жарайсың. Тауық бір жиынына тиесілі дейді. Тауық бар ма? Сен бір жиын, қайсы бір жиын? Жалған депсіңдер. Неге жалған? Себебі неше элементтер сіз дөңгелек бір жиынына тиесілі. Жалған. Жоқ, емес. Жасы төрт бұрышқа жиынына тиесілі. Ақиқат.
жалған пікір. Жалған пікір көрсетесің. Вот сіз жиында тұр, иә? Иә. Қандай пікір? Жалған, ақиқат. Ақиқат пікір деп көрсетесің. Неге жалған? Неше элемент бар? 3 элемент бар. Кажи, 4 жиыны дейді. Неге жалған? Дөңгелектер бар, иә, жарайсыңдар. Бес. А жиыны? Bizde A jini var, bu hakikat. Bizde A jini var, hakikat. Bizde A jini var, bu hakikat. Bizde V жоқ, o жалған. Жиында 5 жоқ, иә, жалған. Екіде V бар, hakikat. Төртте V жоқ, жалған. Бес A, ода бар, hakikat. Екі V, ода бар, hakikat. Төртте V, ода жоқ, жалған. Орасында жалған болады, иә? Ал 40-қа 5 қоссақ 48. Қазір қыс мезгілі. Далада өте ыстық. 7-9-дан өткен. 8-ге 5 қоссам 17. Жаңа енді қарасың. 6-7-ден өткен. 10 ондықтар жиынына жатады. 10 ондықтар жиынына жатады. 10 саны ондықтар жиынына жатады. 5 бірліктер жиынына жатады. Неге 5 бірліктер жиынына жатпай ма? Жалған көрінді. Жарайды отыралым. Ақиқатты жалған жоқ. Кімді оқи ғой? 26-57-ден көп. Жалған. Жалған. Іле ғой жалған пікірге. Жалған ден тасына бер. Қане? 70 азайту 38. 32, 90, 24. Жалған. 12 қосылсама себеп азайту 12 азайту 2 Ақиқатта жалған бар. 12-ге 28 шешіп. Жалған бар? 7-38 atın işi. 32, 12, 38, 24 denesi yaparız. Gel Aycan. Алай табыл. 27-ге қосу 16 тең 56. Сен неше жатсың? Сезім айтабыл. 12. Ден цифрны нешеде көрсетіп қойған? 12 цифрны 11. 11 дұрыс көрсетіп қойған. Бұл қандай екен? Жалған ба? Жалған, иә, көрсетіп. Іле ғой. Жалған ба? 15-ге 20 қоссам. Дұрыс қоссам не? Бүгінгі сабақ ұнаса, келіп барлығымыз кері байланыс беріп жүрейік, иә? Сабақты түсінсек, түсіндім деп, сұрақтарың болса, бүгін ақиқат жалған пікірді түсіндік па? Келесі. Қандай сұрақ қоясың Анса? Екі